шығыста шындық деуі мүмкін. Бір мүлде атеисттер сенбейтіндер әлемде әйтеуір бір заңдылық бар, бір күш бар деуі мүмкін. Сол сияқты нәрседе мысалға мына жерде күшті бір комментарий кетті, қума дейді. Мындай нәрсе бар, мына әлемде отражение деген нәрсе бар. Мына әлем бізге отражение етеді. Адамның негізінде мындай нәрсе бар. Мен біреуге бір нәрсе айтып жатырмын ғой. Адам баласы өзінің ішіндегі болып жатқан, өзінің істейтін нәрселерін айтады негізінде. Түсіндірдім ба? Алла бар дейді. Қума Алла бар дейді. Мен Алла жоқ деген жоқпын. Мен әркім әртүрлі айтады дедім. Дұрыс па? Если что, аман, бауырым боларсың, білмеймін, ағам боларсың, інім боларсың, білмеймін. Бүгін баламен жасты боларсың. Ысқақты білесің ғой. Ысқақтың несіне кіре ғой. Құдай жоқ деген эфир бар, соған кіре ғой. Мықты болсаң, ысқақты жеңіп келші. Проблема жоқ. Ол саған Алла жоқ дейді. Мен жоқ деп жатқан жоқпын бірақ. Бірақ соған бар. Мына жерде не қыласың? Маған менде отырмай-ақ қой негізінде. Өтпете бершейші, ысқақтау бол. SIQ деген не? Аккаунт. Соған бар. Соған барсаң, сосын дәлелдей бер. Түсіндіре алдым ба? Мен бұл жерде дін туралы әңгіме айтпаймын негізінде. Бұл діни парақша емес. Мен діни маман емеспін, ұстаз емеспін. Сондықтан да мен діни әңгіме айтпаймын. Если что, діни әңгіме айтқың келсе, дәлелдегің келсе, SIQ-ге барсаң болады. SIQ деп айтылады, жазылады. Ысқаққа бар. Пожалуйста, дәлелдей берсең болады. Енді ағай кетейік.